Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, ТВК телеарнасында ел назарында бағдарламасы. Мен Нұржігіт Тұманбаев, студияның бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Максимум аймақтық инвестициялық орталығының басқарма төрағасының орынбасары Заңғар Сәлімбаев. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, Нұржігіт. Енді жалпы осы 2009 жылдан бері құрылған максимум аймақтық инвестициялық орталығы бүгінгі таңға дейін қандай нәтижеге қол жеткізді? Осыны сұрақтан бастасақ. Енді айтатын болсақ, 2009 жылы облыс әкімдігінің қаулысымен максимум инвестициялық орталық құрылған болатын. 2009-нан бастап 2016-ға дейін максимумның арқасында біраз кәсіпкерлерге көмек көрсетілген, біраз жеке тұлғаларға, кәсіпкерлерге, болмаса өндірістік орындарға көмек көрсетілген болатын. Яғни сан ретінде келтіретін болсақ, онда 2009-дан 2016-ға дейін, бүгінге дейін 12 мыңнан астам кәсіпкер несиеге қол жеткізіп, өзінің жұмыстарын, жобаларын жүзеге асырып жатыр. Бұл 12 мыңнан астам кәсіпкер несие алғалы бері 36 миллиард шамасы 36 миллиард теңгеге несие алған болатын. Және де осы 12 мың кәсіпкеріміз 30 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашқан болатын. Сол себепті 2009-нан бастап 2016 жылға дейін мына максимум инвестициялық орталығының арқасында жаңа 30 мың жұмыс орны ашылды деп айтуға болады. Жалпы тұрақты түрде жыл сайын осы максимумның арқасында несие алып тұратындар бар ғой? Өзінің бизнесін дөңгелететіндер саны да артып келе жатыр ғой бүгінде? Әрине. Бұл жерде максимумның қарастыратын жобалардың шектері жоқ. Яғни ең алдымен қарастыратын жобалар бұл жаңа ауыл шаруашылығына көмек көрсету жобалары. Екіншіден бұл индустриялы инновациялық жобаларды қазіргі таңда соған бет бұрып жатырмыз, соларды қаржыландыру жобалар болып табылады. Және де жаңа айтып кеткендей, өзіңіз максимумнан тек қана бір ғана салаға емес, жаңа кәсіпкерлер жыл сайын несие алады. Жыл сайын мысалы біздің қоржынымызда несие алып, несиелерін өтеп, содан кейін қайта келіп несие алып жатқан азаматтар да бар, кәсіпкерлер де бар. Сол себепті жылдан жылға несие алып жатқандардың саны көбеюде. Негізгі бір теке тіресетін мәселелер бар ма осы несие алушылардың арасында? Қандай жағдайларда көбінесе проблемалар туындайды? Енді көбінесе проблемалар туындайтыны бұл жобаларға көптеген кәсіпкерлер жобаларды жүзеге асырам деген кезде сонда ғана нелерге ұшырайды, жаңа проблемаларға ұшырайды. Құжаттарды турлайтын кезде? Құжаттарды турлайтын кезде қазіргі кезде проблемалар жоқ деп ойлаймын. Өйткені біз мемлекеттік банк стандарттарына сай құжаттарды талап етеміз, және заңды түрде, заңда бекітілген ғана құжаттарды талап етеміз. Одан артық құжаттар талап етілмейді. Және айта кететін бір жайт, бүгінге дейін осы 2016 жылдың наурыз айына дейін егер жаңа жобаларымыз өте ұзақ қаралатын болса, қазіргі таңда мысалы кәсіпкер толық құжаттарды өткізгеннен кейін 2 аптаның ішінде жобаларды қарап, соны шешіп қабылдауға тырысамыз. Негізгі осы кәсіпкерлердің қызығушылығы қазір қай салаға көп ауып жатыр? Біздің байқағанымыз, Нұржігіт, осы соңғы жылдары кәсіпкерлердің көбісі, яғни тек қана оңтүстік Қазақстанның ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша кәсіпкерлер ол өздерінің бизнестерін әртараптандыру мақсатында ауыл шаруашылық салаларына, ауыл шаруашылығын өндіру, ауыл шаруашылық дақылдарын көбейту, өсіру, оларды қайта өңдеу жұмыстарына байланысты сол жаққа бизнеске көңіл бөліп жатыр. Бұл тек қана оңтүстік Қазақстан емес, бұл тек қана жаңадан ашылып жатқан кәсіпкерлер емес, жаңа жас кәсіпкерлер ғана емес, бұл 20 жыл, 10 жыл жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер де сол салаға көңіл бөліп жатыр. Ал жаңадан жұмыс бастаушыларға қаншалықты талап қоясыздар? Қиын екен ғой, аламадық деп кетіп жатқандар жоқ па? Жоқ, енді мен ойлаймын, мына біздің максимумның арқасында келіп жатқан жаңа несие алушылар, олар жаңа риза болып кетеді көбісі. Өйткені
мына басқа банкілермен салыстырғанда, басқа бағдарламалармен салыстырғанда пайызы ең біріншісі жаңа ең басты көмегі бұл пайызы төмен болып табылады. Мысалы, өзіңіз есептеп көріңіз, қазіргі кезде бүгін таңға инфляцияның деңгейі 15% болып табылады. Инфляция деңгейі. Біздің несие беріп жатқанымыз 7-8%. Ал енді қараңыздар, егер экономикалық теорияға жүгінетін болсақ, онда ақша өзіндік құнын жоғалтпас үшін несие берілген кезде ол инфляциядан жоғары деңгейде берілу керек болатын. Бірақ біздер мемлекет тарапынан көмек көрсетіп, максимум жаңа берілген несиелері 7-8% болып табылады. Яғни егер инфляция 15% болатын болса, онда 7-8% бұл қаншалықты көмек екенін осыдан ғана көруге болады. Және де жас кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп жатырмыз. Бұл жерде максимум тек қана жаңа айтып кеткендей, тек қана бизнеспен айналысып жатқан өзінің жаңа бизнесі бар кәсіпкерлерге ғана емес, басқа да кәсіпкерлерге де қолдау көрсетіп жатыр. Яғни жас кәсіпкерлер келіп несие алам дейтін болса, келіңіздер, келсін, жолы ашық, көрсетеміз, үйретеміз, жаңа өзіміз бизнесті қалай жүргізу керек екен, оның қандай жолдары бар екен, жаңа қандай салық жағынан қандай неде жұмыс істеу керек екен, бағытта жұмыс істеу керек екен. Содан кейін егер несие алам дейтін азаматтар, жас кәсіпкерлер келетін болса, олардың жобаларында толығымен қарап, соларға да несие берілуге болады. Оларға да жаңа не беріліп жатқан несиеге шек жоқ. Ең басты талаптарымыздың бірі бұл жоспар жүзеге асу керек. Яғни жоспар, қолжетімді жоспар болу керек. Яғни жаңа адам өзі кәсіпкер айналысам дейтін болса, соны біле тұра, сонда қандай жобаны жүзеге асырам, қандай жобаны жүргізем дейтін болса, сол жоба бойынша жұмыс істеп, біліп, соны білу керек. Ең бастысы бұл, яғни біз несие берсек, кейінгі кезде мысалы несие беріп, содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін ол проблемаға ұшырап, содан кейін бұл жоба жүзеге аспайтын болса, онда бұл жаңа ондай жобалар өзімізде қиын болып қалады, өзімізге де жаңа не болып қалады. Әркім өз саласын білу керек. Біріншіден, екіншіден бұл жаңа міндетті түрде кепілзаты болу керек. Кепілзатқа бізде алынатын тек қана белгілі бір кепілзат қана емес, бұл жерге мүліктің әртүрлері, бұл жерде жаңа жер телімдері де болады, нелер жаңа өндірістік базалар да болады, пәтер болады, жер үй болады, болмаса жаңа егер басқа қалаларда да нелер жаңа мүліктер, жылжымайтын мүліктер болатын болса, оларды қоюға болады. Енді максимум бүгінгі таңда барлығына белгілі, жалпы жарнама қажет емес. Бәрі біледі онда. Шалғайдағыдан бастап. Енді солай ойлаймыз, 2009 жылдан бастап біраз азаматтар жаңа несие алып, қаншама азаматтар жаңа келіп, бізге келіп, жаңа рахметін айтып кетеді, айтады, осы сіздердің арқасында міне көтерілдік, жаңа бизнесіміз кішкентай болып жаңа көбейіп, өсіп, өркендеп, бизнесіміз үлкендеп жатыр, соған риза болып, жаңа қуанатымыз сол. Ең бастысы, жаңа соларға қарап, жаңа солар риза болса, сол ең басты біздің жаңа жетістігіміз сол деп ойлаймын. Менің айтпағым, жалпы қазіргі таңда осы екінші деңгейлі банктерден де несие алып бизнесін дамытып жатқандар бар, ол жерде пайыз жоғары, ал сіздерде пайыз төмен. Соны ары қарай тағы да бір жарнамалап, мүмкін бізге келіңіздер деген сияқты, мүмкін осыны ұсыныстар айтатын шығарсыздар. Енді бұл жерде сіздердің көмегіңізді түзеу керек, өйткені жаңа біз барынша өзіміздің жаңа мына интернет желілерінде де, тордаларында жаңа өзіміз сайтымыз бар, жаңа мына Facebook түрде жаңа парақшаларымыз да бар, сол жерде ең максималды түрде көрсетуге тырысамыз, жаңа біздің қандай пайызға қалай беріліп жатқанын. Бірақ сонда да мысалы одан басқа оңтүстік Қазақстан бойынша әрбір аудандарда өзіміздің жаңа мына кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында өкілдеріміз бар. Солар арқылы жаңа содан кейін аудандарда жаңа шығып әкімдіктермен бірлесе отырып жаңа әртүрлі жиналыстар өткіземіз. Кездесулер болып тұрады. Сол арқылы жаңа рекламасы да, жарнамасы да болып тұрған сияқты болып көрінеді. Сол ойлаймыз, 2009-дан бастап 6-7 жылдың ішінде ең басты, менің ойымша жаңа ең жақсы жарнаманың бірі ол жаңа бір адам несие алғаннан кейін барып жаңа келесі адамға айтады, сол сияқты жаңа пайдасын көрдім. Бірден бір адамнан екінші адамға пайдасы көрінгеннен кейін сол ең басты жарнама деп ойлаймын. Бірақ сонда да енді жаңа жарнама жасап, ақырын үлкен емес, енді жарнама жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде Нұржігіт, өздеріңіздің көмегіңіз болса, егер жаңа осындай кездерде айтып қойсаңыздар дұрыс болар деп ойлаймын. Ең жасы қаншада сіздердің осы несие алушылардың?
жасты 18-ден басталады. 18-ден басталады, әрине, енді 18 жасқа толып, жаңа өзінің Бар кәсіпкер 18 жаста кәсіп атанып жатқандар. Сіздердің қолдауларыңызбен? Біздің қолдауымызбен келіп жатқан жастар бар, бірақ 18 жасқа толған ба, одан 18 емес, енді сәл үлкен бір 22-23-тердегі жаңа кәсіпкерлер де бар, келіп жатқан жаңадан ашып жатқан кәсіпкерлер бар. Инновациялық жобаларға қандай көзқарас танытасыздар? Инновациялық жоба бұған да бұл инновациялық индустриялық жобаларға, сондай жобаларға әрине бет бұрамыз, оларға да қолдау көрсетеміз. Әсіресе соңғы кездері, мысалы, бұл тек қана Максим ғана емес, бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл мемлекет бойынша сол индустриялы инновацияға жоба бет бұру керек деп жатыр. Бізде де инновациялық жобалар бар. Ең айта кететін жайт, бұл ең бір мақтанышымыз шығар, жаңа Максимнің қаржыландырған жобасының бірі, бұл Шардарада мақта сабағынан ДСП шығару. Яғни мақтаны жинағаннан кейін сабақтар болады ғой, сабақтарын алып, соларды өңдеп, солардан ДСП шығарады. ДСП шығарып, содан кейін оны жиһаз жасаған кезде, столдар жасаған кезде, сол жерге кеңсе жиһаздарын жасаған кезде сол жерде қолданатын, өсі сапасы жақсы, өте жоғары сапасы бар ДСП шығарады. Одан басқа тағы бір қызық жобалардың бірі, бұл сол Шардара ауданында қамыс бар ғой, қамысты өңдеп, қамыстан картон шығару заводы. Сондай жобалар бар. Алғашқы жобалар болып тұр бізде, мысал үшін оңтүстікте, енді басқа жерлерді білмедім. Бірақ енді оның бір сұраныс қалай болады, ақтала мақталмай ма деген сияқты түрлі күдікті ойлар туындайды ғой. Осындай сұрақтарға қалай жауап беріңіздер, қалай қаржыландырыңыздар оларды? Бұл жерде ақтала мақталмай, бұл әрине біздің тәуекеліміз, тәуекел болды, бірақ бұл жерде тек қана Максимум тәуекел емес, бұл жерде жаңа кәсіпкердің өзінің де тәуекелі болды. Өйткені Максимум жобаларды қарастырған кезде бизнес жоспарға көңіл бөледі ғой, содан кейін бизнестің қалай жүзеге асатынына, егер кәсіпкер оны білемі, жаңа басында айтып кеткендей, бизнесті білемі, оны толығымен зерттеді ме, қалай жүзеге асатыны бізге жаңа көрсетіп беріп дәлелдеу керек. Яғни тек қана келе салып, мына жерден жаңа аламда осындай завод шығарам, ол өтеді деген емес. Мәселе бизнес жасау деген бұл тек қана заводты құру ғана емес, бұл жалпы барлық жаңа шеңберінен алып, жаңа шынжырынан бастап, жаңа бизнесті жасап, жоспарлағаннан бастап, тауарды өндіріп, оны сатқан, өткізген кезге дейінгі сол кезде ғана бизнес деп есептелінеді. Бұл жаңа сол кезде біздің тәуекеліміз болды, Максимумның әрине қарастырып, ол жерде тек қана Максимум ғана емес, жаңа кәсіпкердің өзі де қатысуы болды, қаржылай қатысуы болды. Сол кәсіпкер де жаңа осы бизнеске жобаға кірген кезде ол да өзінің тәуекелін сезіп, бизнесті жүзеге асырып, қазіргі таңда бұл жаңа бір бетке ұстар бизнестердің бірі болып табылады. Егер қателеспесем, осыдан бір 3-4 жыл бұрын арнайы осындай бизнес жоспарларды жасайтын орталықтар шамамен 150 мың теңгеге кәсіпкерлерге сондай бизнес жоспарлар жасайтын. Кейін ол мемлекеттегі әртүрлі бағдарламалар, қолдаулардың арқасында тегін жасалатын болды. Сіздерде қалай? Бизнес жоспарларға келетін болсақ, бұл қазіргі кезде бизнес жоспарларды оңтүстік Қазақстан облысында жақсы бір жаңа бетке ұстар не бар, бағыт, бұл кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы. Сол жерде кәсіпкерлердің көбісі сол жерлерге барады, сол бизнес жоспарлар сол жерде дайындайды. Сіздерде жасамайды? Біздерде жасамайыз, бірақ бизнес жоспар бізге келген кезде біз әрине бұл бизнес жоспарды қарап, оқып, талқылап, зерттеп, содан кейін кәсіпкердің өзімен де ақылдасып, қай жерлерде қандай ақаулар болуы мүмкін, қандай біздің ойымызша қандай жаңа өзгертулер енгізу керек екен, солардың бәрін қарап, жаңа зерттеп, сол кәсіпкермен ақылдаса отырып, бірлесе отырып, өйткені сондай шешімін қабылдаймыз. Өйткені жаңа егер өзгерту керек болатын болса, өзгертіп дегенде. Өйткені біздің басты мақсатымыз, Максимумның басты мақсаты бұл тек қана несие беру ғана емес, бере салу ғана емес, оның да несиенің қайтарымы да бар ғой. Оны қайтару бюджеттік несие болғандықтан, бюджеттік қаражат болғандықтан оны қайтару керек. Қайтарғаннан кейін оны жаңа жобаны біздің менеджерлер несие беріп, одан кейін оны әрі қарай жаңа бірге, мысалы, бизнес кәсіпкермен бірге жаңа қарап, қалай жоспары жүзеге асырып жатыр ма, жоқ па, Максимумнан қандай керек болатын болса, солардың жаңа әрі қарай жаңа мониторинг жасап, сол жүзеге асыру болып табылады. Сол үшін жаңа
бизнесте мына кәсіпкерлерге көмек көрсету кезінде біз бизнес жоспарды толығымен талдап, содан кейін бірге кәсіпкермен бізге бір жұмыс жүргіземіз. Жалпы осы сіздердің жұмыстарыңызға арқау сүйейтіндер көбінесе шағын және орта кәсібилер ма, жоқ әлде ірі кәсіптің басында жүргендер ма? Қайсысының үлес салмағы басым? Енді әрине, егер ірі кәсіпорындар келетін болса, олардың үлесі үлкен болады, өйткені олардың сомалары да үлкен болады. Бізде үлкен жобалар да бар, бірақ егер жалпы сома бойынша қарайтын болсақ, онда әрине үлкен жобалардың, үлкен ірі жобалардың, үлкен кәсіпкерлердің, кәсіпорындарының, олардың сомалары үлкен болады. Ал бірақ жалпы кәсіпкерлер санынан қарайтын болсақ, онда әрине шағын және орта бизнеске көп сондай бизнеспен айналысады, сондай кәсіпкерлердің саны көп болып тұрады. Жоспарларыңыз онда алдағы уақытта? Алда қойған әрине жоспарларымыз бар, жоспарларымыз өте жақсы. Мына компаниямызды енді басқа жаңа деңгейге шығару, өйткені 2009-дан бастап 2016 жылға дейін компания әрбір өзінің даму кезеңінен өтті, бір сатыдан екінші сатыға көшіп, енді басқа жоғары, одан басқа сатыға көшу керек болады. Біз көбісі бизнес процесстеріміздің көбісін электронды тұрғыда жасайық деп жатырмыз, электронды жүйеде жасайық деп жатырмыз. Сондай жоспарларымыз бар. Содан кейін бағыттардың ауыл шаруашылығы, әрине ол мына ауылды мекендерде жұмыс істеймін деп жүрген кәсіпкерлерге көмек көрсету болатын болса, ол басты саламыздың, басты міндеттеріміздің бірі болып табылады. Соларды көмек көрсету. Одан басқа жаңа бағыттарға бет бұру болып, жаңа салаларда несиелендіру, жаңа салаларды дамыту болып, сондай өзіміздердің жоспарларымыз бар. 7% әрине салыстырмалы түрге қараған кезде әрине төмен. Бірақ алдағы уақытта бұдан да бір төмендету жағы қарастырылады ма? Енді Нұржігіт, әрине біз егер ондай мүмкіншілік бар болатын болса, онда әрине міндетті түрде оны көмектесеміз. Бірақ қазіргі таңда мына әлемдік дағдарысқа байланысты, мына қазіргі бізде экономикалық жағдайға байланысты, бүкіл әлемдік экономикалық жағдайға байланысты, ондай қазіргі кезде осындай 6-7-8%-дан төмен несие беру әзірше кішкене қиыншылық болып туғызып отыр біздерге. Қазақстанның жалпы инфляциясы бүгінгі күнде 15% болып тұр, 15% болып тұр. Ал басқа шетелдерге қарайтын болсақ, олардың инфляциялары қазіргі кезде мысалы Европада инфляция 0% болып тұр. Жапонияда инфляция 0% болып тұр. Кейбір мемлекеттерде инфляция емес, дефляция болып жатыр. Яғни ол теріс қарай экономикалық өсім жоқ, бұл жерде экономикалық тұрақтандыру болып тұр, экономикалық стагнация болып тұр. Сол себепті сол мемлекеттерде несие берілген кезде, егер ол байқадыңыз ба, инфляция 0 болатын болса, олар 2%-мен береді. Мысалы, ақш-та қазір ФРС-тің ставкасы ол биыл көтереміз деп жатыр, қазіргі ставкасы 2,5% болып тұр. 2,5% болатын болса, олар несие берілу несиелері 3-4%-тен аспайды. Европада егер 0% болатын болса, онда қазіргі таңда олардың берілетін несиелері 3-4%, 2-3% болып табылады. Бізде инфляция, мысалы, олар инфляциядан жоғары болып несие беріп жатыр. Егер біз инфляциядан жоғары болатын беретін болсақ, ең аз дегенде 2-3% қосатын болсақ, онда қазір инфляция 15 болатын болса, біз максимум беретін несиесі 18% болу керек, 18-20% болу керек. Бірақ біз оған қарамастан қазіргі таңда 7%-мен де беріп жатырмыз. Егер Қазақстанның экономикасында инфляция төмендеп бара жатқан болса, онда әрине біз өзіміздің пайызымызды төмендетуге тырысамыз. Әрине жақсы болып, сіздер нарықтағы жағдайға қарамастан халықтың ыңғайына қарап несие беріп жатса, бірақ сіздердің өздеріңізге бір ауыр тиіп жатқан жоқ па бұл? Менің ойымша бұл максимумның құрылған кездегі басты мақсаты бұл ауыл шаруашылықтарға, диқандарға, кәсіпкерлерге, осы өңірдегі азаматтарға көмек көрсету болып табылады. Компанияның басты миссиясы бұл кәсіпкерлерге қолдау көрсету, көмек көрсету болып табылады. Сол миссия жағынан соны біле тұра, осындай неге бара жатқан, осыны біле тұра, осындай максимум құрылған болатын. Ал енді әрине, егер жекеменшік компания болатын болса, жекеменшік банк болатын болса, онда біз әрине өзіміздің мақсатымызды өзгертіп, пайызды өсіріп, пайданы көбейту мақсатында, егер ақшаның құнын жоғалтпау мақсатында, біз сонда пайызымызды жоғарылату болып табылатын болады мақсатымыз.
қазіргі таңда Максимнің көмегі, елге беріліп жатқан көмегі осы тұрғыдан осы болып табылады деп есептейміз. Рахмет. Бағдарламаны пайдалана отырып, көрерменге айтар кеңесіңіз болса? Әрине, көрермендерге айтатын кеңесіміз, егер бизнесті дамытамын, бизнесті бастаймыз, жаңадан бизнес бастайын деп жатырмыз, болмаса кәсіпкерлеріміз егер Максим жағынан егер өздерінің бизнесін әртараптандыру мақсатында қаржы керек болатын болса, онда біздің Максимум инвестициялық орталығына келулеріңізді сұраймыз. Жолы ашық, келіңіздер, көмектесеміз. Рахмет сұхбаттасқаныңызға. Әрқашан ел назарында болыңыздар. Рахмет.